Бүгінгі тақырыбымыз астматический статус. Астматикалық статус дегеніміз бронхиалды астманың асқынған түрі, өмірге қауіп төндіретін дәрілермен купировать етілмейтін, өкпенің бронхтың дренажды функциясының бұзылуымен және организмде гипоксия менен гиперкапнияның дамуымен жүретін ауыр жағдайды острое состояние бронхиалды статус деп атайды, астматический статус. Астматикалық статус кезінде адам демді шығара алмайды. Себебі бронхтары сініп алған, гиперсекреция, жаңағы гиперсекрециямыз гипервентиляцияның арқасында қоюланып алады да, бронхтар просвет жауып, дем шығара алмай қалады адам. Өзінің екі формасы бар патогенезі бойынша. Біріншісі формасы анафилактический форма дейді. Бұл немесе жедел дамитын формасы. Бұл атында тұр анафилактический дейді, яғни анафилактический шок сияқты. Аздаған уақыттың арасында дамып, ауыр летальды состояниеге алып келуі мүмкін, егер уақытылы көмек көрсетпесе. Негізгі механизмі ол көп мөлшерде қабыну медиаторларын бөліну арқылы жүреді. Ал медиаторлар біз білеміз, ол жаңағы гиперсекреция, бронхоспазм, солар шақырады. Жаңағы айттым, егер дер кезінде бұл бірінші көмекті жасамаса, гиперкапния, гипоксия дамып, организмде летальды состояниеге алып келуі мүмкін. Екінші формасы ол метаболический форма дейді, бұл баяу дамиды. Негізгі механизмі ол бета-адреналин рецепторларының бронхтардағы функционалды сезімталдығын төмендеу, яғни бұзылуы, чувствительностьтің бұзылуы нәтижесінде пайда болады. Бронхтарда білеміз, бета-2 адренал рецептор орналасады. Симпатикалық жүйке жүйесі бета-адренал рецептор, бета-2. Бұл бірнеше сағаттан бірнеше күн, тіпті бірнеше аптаға дейін созылуы мүмкін. Бұл кезде пациентта, науқас адамда физикалық жүктемені жасай береді, бірақ шектеулі мөлшерде ғана. Тыныс алу қиындап, жаңағы гипоксияның клиникасын береді. Бірақ физикалық жүктемені ақырын жасай береді. Ауырлық дәрежесі бойынша бір астма статус 3-ке бөлеміз. Бірінші стадиясы ол компенсация стадиясы. Компенсация, яғни организм әлі де болса күресіп атады гипоксиямен. Бұл дегеніміз компенсация кезінде өзінің қалыпты басында ішіп жүрген жаңағы дәрілерін, симпатомиметикті, бета-агонистер, бұл кезде уже резистенттілігі пайда болады. Бронходилататорларға резистенттілік пайда болып, әсері төмендейді. Нәтижесінде бастапқы стадиясында болар тахипноя болады, гипервентиляция, яғни тахипноя, тахикардия болады, алыстан дистанционды сырылдар естіледі, ортопноя қалпында отырады, вынужденное положение дейді, сидячее положение дейді. Ол жаңағы иығына сүйеніп, қабырғалық бұлшықеттері, қосымша бұлшықеттері тыныс алуға қатысады. Циануз дамиды. Өкпесін егер перкуторлы қарасақ, коробчатый звук дейді. Аускультативті жоғарғы бөліктерінде сухой хриптар естіледі. Екіге түсірсе, осы кезде жүректің оң жақ бөлігіне, оң жақ қарыншаның, жүрекшенің перегрузкасы дейді, яғни гипертрофиясы көрінуі мүмкін. Себебі барлық нагрузка өкпеден, өкпе сабауы арқылы жүректің оң жақ бөлігіне түседі нагрузка. Сондықтан сол жаққа не болады? Екіге өзгерістер пайда болады. Сонымен қатар қақырықтың консистенциясы өзгереді, ол қоймалжың бола бастайды. Сөйтіп ол бүкіл бронхты почти что полностью жабуы мүмкін, просветті. Нәтижесінде гиперкапия, гипоксия дамиды. Бұл бірінші стадиясы. Екінші стадиясында декомпенсация дейді. Немое легкое дейді. Немое легкое дегеніміз, уже аускуляция естіген кезде бағанағы хриптар іштен кесілмейді. Уже жаңағы гиперсекрециямыз, жаңағы қақырығымыз өкпені до того жауып тастаған полностью.
уже ауысып келатыр, ештеңе естілмейді, тып тыныш. Пациентіміз сол сидячий қалпында отырады дальше. Есі пока болуы мүмкін сознаниесі, бірақ уже қозу стадиясы болуы мүмкін, возбужденный болуы мүмкін. Тері түсі уже диффузный сануз дамиды, суық тер басады. Кеуде клеткасын қарасақ эмфизематоз дейді, яғни дем алып шығара алмайды ғой, кеудесі үлкен бочкообразный болады, соны эмфизематоз дейді, вздуто. Өкпесінде енді хрип жоғары жақтарында аздап естілуі мүмкін, бірақ төменгі жақтарында уже естілмейді. Тахикардия болады, 100-ден асады жүректің соғу жиілігі. Жәнегі пульс әлсірейді. ЭКГ-да бұл кезде уже оң жақ бөлігінің перегрузкасы айқын көрініп тұрады. Аритмия дамуы мүмкін. Және де егер осындай кезде pH-ты алған кезде, кислотно-щелочной составты, бұл кезде уже гипоксия, гиперкапния дамиды. Респираторлы смешанный ацидоз болуы мүмкін. Мен жәнегі pH видеомды қарасаңыздар, сонда декомпенсированный ацидоз алкалозды бөлінеді. Сонда бұл кезде респираторный тыныстық ацидоз дамиды. Осы бронхиалды астматикалық статус кезінде. Үшінші стадия кома. Бұл кезде уже нитевидный пульс, гипотония, высокий гиперкапния дейді. Қандағы газдың көлемі өте жоғары болады. Бұл кезде уже жаңағы кезде мысалы компенсированный респираторный ацидоз болса, бұл же декомпенсированный респираторный ацидоз. Мен ана видеомды қарасаңыздар, pH туралы, сонда соңғы жағында түсіндірілген. Декомпенсированный дегенне, компенсированный дегенне, ацидоз дегенне, алкалоз дегенне. Бұл үшінші стадия уже кома. Есі болмайды. Яғни біз қандай көмек көрсетеміз? Бірінші, ол әрине кислород, оксигенотерапия жасаймыз. Екінші, гормондар береміз, кортикостероидтар, глюкокортикоид гормондар, преднизолон 90, 120, 150 миллиграмм, максимально 300 миллиграммға дейін беруге болады. Ол болмаса метилпреднизолон беруге болады. Струйна береміз, негізінен тез көмектесу үшін, потом капельна қоюға болады. Бета-адреномиметиктер, жәнегі бронхта қабырғасында орналасқан бета-2 адренорецепторларының әсер ететін адреномиметиктер, сальбутамол, немесе комбинированный түрлері бар, сальметрол менен фультиказон гормональ препарат. Оның назальды канюля арқылы ингаляция жүргізуге болады. Потом эуфилин береміз, миорелаксант. Бірақ енді бұл противопоказания жаңағы өз тахикардия болып тұр, соны да байқау керек. Және де егер тіпті әсер етпесе, гипотония өрши берсе, онда адреналин саламыз. Енді кровообращение бұзылады бұндай жағдайда, сондықтан тромбтың алдын алу үшін гепарин саламыз. Және инфузионды терапия жүргіземіз. Және бұл кезде бізде ацидоз дамиды ғой, респираторный, сондықтан pH төмен 7-тен түсіп кетеді. Соны көтеру үшін гидрокарбонат натрий капит етеміз 4%. Стоп, pH-ты 7-45-тен жоғарылату, соған жеткізу үшін. Ал егер бұлардың барлығы көмектеспесе, онда ИВЛ-ға жатқызар пациент. Тіпті болмаса интубация трахея жүргізіп, ары қарай ИВЛ-да бақылайды. Негізгі осы, құрметті көрермендер, бірінші көмекті білсек, алдын алуға болады. Видеоға тіркеліп, лайк басып, підписаться етіңіздер.